басып бір сәтте. Жігіттер, уақыттарыңызды бөліп, бізбен тілдесуге келгендеріңіз үшін рахмет. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Bir көрсетіп жіберейікші көңіл-күйімізді. Eagles'дар күні кеше ғана сіздердің 300 күндеріңізді атап өтті. Бұл жайлы сіздер білетін бе едіңіздер? Интернет желісінен қарап көріп жатырмыз, және де сондай видео жолдаулар. Рахметімізді айтамыз. Бір-бірлеріңізбен алғаш рет танысқан кезде қандай сезімде болса, бір-бірлеріңіз жайлы қалай, не деп ойладыңыздар енді бір-бір жайлы? Соны айтып берсеңіздер сезімдеріңізді. Негізі ең бірінші мен Эзимен Закпен таныстым. Эзи суықтау болды, Зак өте жып-жылы болды. Екі температура. Қалай, басында білмеймін, Зак бірден күліп амандасса, мысалы, Эзи амандаспай кететін, мысалы. Ең бірінші неған кездер ғой, көріскен кездер. Сосын кейін былай жақындасып, біліп, кімнің қалдай адам екен, бар, кімнің кім екен. Баланы кейін бірге жүрген кездер үшеуміз көп күттік, бала келеді деді, біз интернеттен бұны танимыз, мен баяғыдан бері танимын. Баланың сырттай, видеоларын көріп жүргем. Сол кездер баланың келетін білген кездер көп күттік, соны келгеннен бірден араласып кеттік. Сол эйс келген кездер бақытты келді. Бірінші көргеннен бірден бақытты бол деп сол кездер бақытты бол, түсінбей қалдық, бұл сөз кішкене ерсі көрінетін. Кейін эйстің өзінің бір фирменный фишкасына айналып кетті. Сол бастағы қалыптасқан ой. Мен ең басында келген кезде осы 3 жігіт болатын. Осы 3 жігіт. Бұл 3 жігіт маған аса қатты қызық әңгіме айтқан жоқ, өйткені үлкен болды мен үшін. Мен бұлардың әңгімесі түсінген, олар менің әңгімем түсінген жоқ басында. Сосын уақыт өте келе өстік, шамалы мені үйретті біраз нәрсеге. Одан кейін Эйс келді. Кореядан келіп, өзінің не үйренгенін айтып, әңгімелесіп, ортақ әңгімелер тауып, сөйтіп бәріміз әңгімелесіп кеттік. Бірінші сол. Бірақ әлем айтқандай, маған ешкім суық болған жоқ, өйткені мен бала болғасын шығар. Бәрі мені жылы қарсы алды. Эйсті естеріңде ме жағы? Растяжкада отырдық қой ең бірінші күні. Ең бірінші келген кездер. Бәріміз бүйтіп деп оқынай. Барлық сырларыңыз бүгін ашылады. Келді да бүйтіп шпагатқа отыра салды ғой біз. Растяжкың күштеген деп. Таңғалып қалдық бүйтіп жан жаққа тартылып. Біз екеуміз ең басынан бастап келатырмыз. Ең жақын дуэт болды. Содан кейін әлеммен, яғни амандаспай кеткен о кездер, мен ең бірінші адамды көрген кезде бірден ашыла алмаймын ол адамға. Сөйлесе келе, жақындаса келе, содан кейін ғана ашыла аламын. Сол себептен мен сенімен амандаспай кеткен шығарым. Бұлай жүрегім өте жылы, қабылдай берем жаныма жақын адамдарды. Қазір бәрі дұрыс, бәрі күшті. Сол, жаңа Эйзи айтқандай біз басынан келе жатырмыз. Біраз адам келді, кетті. Сын қалай біртүрлі сондай затқа үйреніп қалған болатын біз екеуміз. Бір жағынан суық қабылдау да сода болған шығар, яғни біз үйреніп қалдық адамдар келіп кете бергенге. Ондай көп болды. Бірақ осы балалар келген кезде бұлардың ешқайсының кетуін қалаған жоқпыз, себебі бірден симбиоз жүріп кетті, бірден үйренісіп кеттік бір-бірімізге. Яғни әлем келген кезде бірден бір жар қалып кетті да группада. Біз екеуміз қараңғы болып жүретінбіз да, таза андеграунд рэп, сол басымызда сол ғана бейсболкамен бүйтіп жүре беретінбіз. Сосын әлем келіп бір жар қалып келді. Одан кейін біз баланы күтіп жүрдік. Мә, саған қалай естіледі? Бір түрлі екен. Даниярды күтіп жүрдік. Данияр, оны өйткені продюсер өз таңдап алды да. Сосын айтты, не, осындай бала келеді деп. Себебі мынау жалғыз вокалист та, біз екі ретір бұның айтатын әңгімесін біз түсінбейміз, қабылдамаймыз. Вокал туралы бірдеңе айтып жатса, біз бұны андай бүйтіп
деп отырамыз, не деп отырсың түсінгіміз келмейді деп. Ал біздің әңгімені түсінбейді. Бірақ бізде екеумізбен бөлісетін адам бар да, бір-бірімізбен бөлісеміз. Бұл да жоқ болатын. Сол себептен қатты күтіп жүрді, бала келді, армияда болды, сол сияқты өйтіп деп мәз болып магазинге жүгіретін адам бар деп. Басында солай болды. Жұмысыма бірден кірісіп кеттім. Бала да келе салып бір позитив сыйлады. Андай сондай аура болды. Бүйтіп деп ойнап. Эйс келген кезде бәріміз андай бірден Кореядан келді, білім алу керек деп. Жабысты бәрі жан-жақтан. Бірдеңе айтшы, үйретші деп бәрі бүйтіп тыңдап отыратын өстіп. Негізі біз Батырхан екеуміз негізі дауысты диапазонды бөлу бойынша екеуміз баритонбыз. Бізде эйс тенор болып шықты. Біз ең бірінші күні келген кезде ол бізге жаңағы Ерболат аға бар, бәріміздің алдымызда өнер көрсетті. Сол кезде өнер көрсеткен кезде ол өзінің жаңағы жоғарғы ноталарын көрсеткен кезде Батырхан былай басына тұрып кетті. Мәссаған деп. Осы ғой бізге керек деп. Бізде өйткені екеумізді жоғарғы нота айта алмаймыз көбінесе. Біз көбінесе төменде айтамыз. Ал эйс келген кезде біз қуанышымызда шек болған жоқ, өйткені ол кәдімгідей жоғарғы нотада айтады өлеңдерді. Және де биді өлтіреді ғой енді. Жалпы негізі эйстің келген кездегі бір фишкасы бар. Біз төртеуміз болдық, бірақ концепция болмай тұрды. Андай арада көпір жоқ, қосатын бір жіп жоқ. Кіп-кішкентай мүлдем бір ортақ нәрсе жоқ та, төртеуміз болып тұратынбыз, болды. Сондай бір бірдеңе мейізі жоқ болатын. Бірдеңе жетіспей тұратын. Сөйтсе, адам жетіспей тұр екен. Айнаға қараған кезде бірінші рет. Бірінші күні ескерген кездер бірден айнаға тұрды да бүйтіп. Көрінеміз ғой. Біз топпыз жігіттер. Бірақ ол бір күн ғана келді. Бір күн көріп келіп кетті. Одан кейін 2-3 айға дейін жоғалып кеттің ғой, 2-3 ай жоғалып кетті, одан кейін барып сосын барып келді да толығымен біздің топқа келді. Оны да біраз күттік. Сіздер эйсті топтың беті деп отырсыздар, сұхбаттарыңызда. Топтың беті. Сіздер көбіне айтады, эйс бүкіл сұхбаттарда үндемей отырады. Сөйлемейді, сөйлетіңізші деп солай маған өтініш жасады. Бүгін негізі бұл баған мойын ауырып тұр. Мен бір-екі күн бұрын дұрыстамаған ғой. Үй жақта суық болып қалған ба, форчикадан. Сосын ұйықтап жатқан кезінде таңертең тұрсам, арқамда құрысып қалған, қатып қалған. Басым бұрылмайды, терминатор болып жүрмін. Ақырын қозғалам, бүйтіп. бәріміз отырады. Мен бала сияқты айтайын ба, мен қалай танысқан болсам? Мен келсем, бәрі кипшіп болып отыр. Дебютқа алғысы келіп отыр, сосын кіре салып бірден жұмыс басталып кетті бірден. Сол бала магазинге жүгіріп жүр кезде. Сосын мен көрсем, ана жарық болып жүр, жаңағы сеттерін жағып жүр. Мына маған жабып жүр, жаңа айтқандай информация там Корея деген сияқты суық болып жүр, сол жаңа айтқандағыдай бәрі история. Сосын келдік та бірден дайындалып, қанша біз келгеннен 3 айдан кейін дебют алдық, бір келгеннен кейін. Сол 3 ай дайындалдық, бірден әнді жазып, тырысып, мен солай көрдім әйтеуір. Сіздер осы кештеріңізге, фан-митинг деп жатамыз ғой, соған жиі келетін игілзар танисыздар ма? Танып жатасыздар ма? Негізі, және де тағы сұрайын деймін, жаңа фан-группалар бар ғой, Инстаграм желісінде, ВКонтакте өте көп оқисыздар ма? Соларды сұрайды. Және тағы бір қыз жазып жіберіпті бізге, 91 тобы, сіздер бізге біздің жазғандарымызды оқимыз дейсіздер, бірақ сіздер әлеуметтік желіде отырмайсыздар ғой дейді. Оған не деп жауап бересіздер? Ресми парақша кіреміз бе? Танымал блогерлар туралы. Мен айтайын ба? Блогер емес. Танымал кімдер? Иглздар. Кімді білесіздер, иглздарды? Екеуін атап өтіңіздер. Негізінде атын білмейміз көбісін, бірақ түрін жатқа білеміз кәдімгідей. Көрген кезде о деп, о кеп тұр деп андай. Негізі түрін жатқа білеміз. Яғни қалай айтса болады, бірдеңелерден қалмай, әрбіреуінен қалдырмай келетіндер болады. Концерт болсын, фан-митинг болсын, презентация, кез келген жерде, қай қалада болсын, өзінің тұрақты бір иглз бар, қалмай келетін. Қандай бір ерекше заттар, мысалы сіздер автограф деп жатамыз,
сол қолтаңба жап бересіздер, сол кезде бір ең қызық қай жерге қолтаңба қалдырдыңыздар? Мен чекке қойғам. Біреу ана жерде минералка деп жазылып тұрды ма, сондай бір супермаркеттен келген чегін берді маған. Сол кезде мен асығып сол жерге қоя салғам. Сен автограф алусын 120 теңгесін маған айтқан тоғылмай арқама қойып берші деп. Киіміне. Неге қойдық тағы? Салфеткаға қойдық. Салфетка. Сол кезде бір ыңғайсыз болған. Қастапты кардон болсын, бәріне. Сотканың чехолына қой. Сотканың чехолына. Біздің қолтаңба былай тұрсын, жақында Қарағандыда Иглздардың қолтаңбасын көрдік. Қолтаңбаларын көп. Біздің яғни спринтер машина бар ғой, бізді ары бері таситын. Содан шығып қалсақ толып тұр, неше түрлі жазулар. Ана біздің жүргізуші көріп басын ұстап, мынасы не істеп, ана не істеймін деп. Қолмен кетіп қаласа, қолмен кетпейді. Кетпейді, соның бәрін суретке түсіріп, спейске тығып. Тағы да көрермендерден келген сұрақ. Space 1-де Заксыз сөйлеп жатқан кезде арқасына бала күледі дейді. Соны бір Space 1 басталған кезде Зак сөйлеп бастайды ғой. Ең басында сол кезде баланың күлкісі естіледі. Неге күлді бала дейді. Ол негізі қалай айтсам болады, мен жай түсіріп жүрген ғой. Сол кезде мен бірдеңе айтып қалдым. Есімде жоқ. Бірдеңе айтып қалдым да, сосын бір кезде артымнан әлем келді. Ешқашанда өйтіп айтушы болма. Олар біздің достарымыз деп. Кәдімгі мен ұрсып кеткендей болды да. Мен түсінбей қалдым. Мен бұны шынымен қабылдауым керекпін бе, әлде бұл маған әзілдеп тұр ма деп тұрдым да. Маған қарап қалды. Түріне қарадым, күліп жібердім. Күлдім да. Сен не дедің маған? Бұл не болды деп, содан кейін көп күлгем сол нәрсеге, Ойлам бір кинолардағы фраза сияқты қылып айтқам ғой мен оны, келіп бірдеңе түсіріп жатқанда мүмкін камераға түсіп қала ма, қызық бола ма деп. Андай қылып, сен бұлай ешқашан айтпа, олар біздің достарымыз деген дедім де кетіп қалдым ғой. Кетіп қалып қарап қалсам маған қарап тұр да бүйтіп. Что это было? Сол жерде қатты күлді. Әлемнің сондай несі бар, бір өзімен өзі жүреді де, қатысы жоқ. Сен не айтып жатсаң да, не істеп жүрсең де өзімен өзі кетті, бірдеңе айтады да өзі кетіп қалады. Сондай перебивка бар болды. Жас 23-те бірақ, Келесі сұрақ Эйзидан басқаларына қатысты. Білуімше, сіз топтың басшысысыз. Сіздер кешігіп келген кезде дайындыққа Эйзи ұрсады ма? Бірден жауап беріңіздерші. Жоқ, көбінесе ол ұрыспайды бізге. Негізі көбінесе ұрады де. Жоқ, ұрмайды. Көбінесе ескертеді. Бірдеңен дұрыс істемесек, бізге дереу келіп, екінші ары бүйтіп істеуші болма. Әйтпесе дейді да, сосын болды. Сосын дәлше айтпайды. Біз өзіміз түсініп аламыз ары қарата не болатынын. Біз енді сіздермен кішігірім ойын ойнаймыз. Ойынның аты ол кім деп аталады. Мен сіздерге сұрақ қоям, сіздер бірден жауап берулеріңіз керек. Бұл топтың арасында бесеуіңізге қатысты. Сөзім айтып па, қолмен көрсетейік. Мүмкін. Түсініп тұрып қалатын сияқты сөзі. Жақсы, бастаймыз. Араларыңызда ең пысығы кім? Мен екенмін ғой дейсіз ғой. Көп ұйықтайтын, ұйқыны жақсы көретін. Көп тамақ ішетін. Көп оқитын. Не оқитын? Кітап оқитын. Негізі анау. Қырсық. Бірден өзін көрсет. Мектепте жиі алған бағаларыңыз. Бірден айтсаңыздар. 3. 5 жоқ па? 3 пен 4. Жарайды. 5 көп болмайды, тұрақты 4. Жалқау. Өзі мойында, жарайды. Ең ерке. Дайындыққа үнемі кешігіп келетін. Бізде кешігу болмайды. Кешіксек бірге кешігеміз, кешікпесек бірге келеміз. Жақсы. Жайбасар. Иә. Асықпай жүретін. Ғаламторда көп отыратын. Сот кісі пайдалы. Үйді тазалайтын. Ең ерте тұрып, барлығының мазасын алатын.
қыздарға жиі көз салатын? Барлығы өздеріңізде жарайды. Қаңғыбас. көп шығады. Тез жүгіретін, жанкүйерлерден қашқанда. Тез жүгіретін. Видео бар міне қашып жүрген. Сұхбатта жиі жауап беретін. Немесе мынау. Ұмытшақ. Соңғы бір 3-4 ай ұмытшақ болды. Удостоверениесіз Бұл негізі маған жаман жыр болды. Айтып бересіз. Мен немнен баста, аяқ киімнен баста. Бірде мегаға барамыз, аяқ киім алады, қаншама мыңға енді білмеймін бір. Езе қалды ғой аяқ. Иә, әйзи аяқ. Аяқтап соны бір алғым келіп, киім келіп сол аяқ киімге. 12 мыңға ма бір аяқ киім алады, соны батыр сен мынаны ұсташы дейді де өзі кетіп қалады. Иә деп ұстап жүремін да бір KFC-ге ма бір жерге отырамыз бургер жеуге. Отырдық, осыны тұрып кетіп қалдық. Қарасақ, мынау пакет қайда дейді. Жоқ. Барсақ жоқ, аяқ киім жоқ, тастап кеткен мән жерде қойып. Содан бастап симптомдар басталды. Ең алғашқы. Кейін жақында ең қызық болған, мен удостоверением жоғалтып алдым. Портмонеммен бәрін жоқ, қазір айтамын. Оны сендер айтыңдаршы. Оның алдында бұл не Астанаға клипке презентацияға барған кезде Алматыда сахналық киім ұмытып кеткен. Алматыда. Айтқан кезде білдік оны. Андай бүйтіп киініп отырсақ, киімің қайда десе, шкафта дейді. Қайдағы шкафта десе, Алматыда дейді. Балалардан Әйтеуір бірдеңе құрастырып тастады, трансформер болып шықты. Содан кейін иә, әлем трансформер. Содан кейін не? Осы жақын арада несін, удостоверениесін жоғалтып алды. Портмонемен бірге бірінші жоғалтып алды. Одан кейін жаңасын жасатты. Жаңасын жасатқаннан кейін 3 күннен кейін оны да жоғалтып алды. Одан 2 аптадан кейін қайттан жаңасын жасатты. Қазір сол жаңасымен жүр, бірақ жаңасы оның өзінде емес қазір. Менеджерге беріп қойды. Сол Қазір бүкіл заттары бәріне таратып тастаған, өзі ештеңесі жүреді. Сосын жоғалтқан жоқ қанша жыл болды. Иә, соткасы экраны сынды. Шамалы глючить етеді. Көрсетейін ба десең? Міне. Экран сықпаған. Жан-жағын жырып тастаған. Сосын Иглзар сіздер жайлы сіздерден көп білетін сияқты. Біздің естуіміз бойынша сіздердің аяқ киімінің өлшемдері 42, Эйзидкі 43, дұрыс па? Дұрыс екен. Сіздердікі М размер, ал Эйзидкі L екен, дұрыс па? Жоқ. Иглзар сіздер ұсталдыңыздар. Неге? Біз өйткені үлкен киім киеміз. Мен L кием, XL кием. Мен LXL. Негізінде менің XL. L негізінде размерім иық бойынша келетін, бірақ мен ешқашанда L кимеймін, XL немесе XXL. Яғни киімнің несіне байланысты. Футболка болса мүмкін XXL немесе бомбер болса XXL или Хип-хоп. более сондай. Сол мен де негізі L-мін, бірақ XXL немесе XL кием. Мен де дәл сол L. Балалар астан сөзінде басылам. Бұны біз неліктен сұрадық, себебі Иглзар сіздерге жаңағыдай сыйлық бергенді өте ұнатады. Және киім бергенді олар жөн көреді екен. Есте қалар, тағы да осы жерге сұрап кетерім. Сіздер білеміз, сыйлықтарды сақтайсыздар өздеріңіздің кішкене жаңағыдай уголок деп жатамыз ғой, иә. Мұражайларыңыз бар, сыйлықтар сақталған. Соның ішінде оқисыздар ма, негізі берген сыйлықтар қарайсыздар ма? Есте қалғанын айтыңыздар. Музей капитал шоу получить деген сияқты. Бар. Мен есіме түсті. Біз бір ретте жер үйде тұрған кезде біздің көрші Иглз болып шықты. Дәл жанымызда тұратын. Сол бір альбом істеді де, ішінде суреттер болды. Творческий альбом. Соның ішінде кәдімгідей оқиғада қалай ол басынан бастап бізбен танысты. Соң біздің кәдімгідей қақпадан шығатын бәрін сөйтіп суретпен салғанда, Эйстің мәшінесі, қалай біз тұрамыз, соның бәрін көріп жүрді үйден. Иә, біздің айтқан әңгімелеріміз. Біз еске аламыз, қашан болып еді? Есіңде ма осы әңгімен? Ол ести ма? Кәдімгідей анан оқып отырып, бір кино қарап отырған сияқты болдық. Сол күшті болды. Рахмет, күшті. Сіздің Иглздар жақында туған күніңіздің келе жатқан біледі екен. Қандай сыйлық қалайсыз, біз соны алып береміз дейді. Жоқ, негізі мен білмеймін енді, ондай кішкім жауап бере, ондайда жауап бере алмайды, қиын да ондай сұрақ.
фрион ұшып кеткен еді машина. Сол машинаның кондиционері сынып қалған алдыңғы жағында. Андай сол фрион ұшып кеткен кезде. Соң бұйыртса Алматыға жасатамын, ана запчастьін ауыстырып тастау керек. Бір жерге Жай негізі. көңілмен сыйланған. Көңілмен сыйланған сыйлықтар әрдайым. Ең бастысы ниет денсаулық десе. Жүректен шыққан зат жүрекке тиеді. Ең бастысы денсаулық. Не дедің? Жүректен шыққан зат жүрекке тиеді. Ең бастысы денсаулық деймін. Дұрыс. Сол осы айтарым, мен білмеймін енді сұрай алмадым ештеңе. Айта алмадым. Енді сіздер уақыттарыңыз бөліп бізге сұхбаттасуға келгендеріңізге рахмет. Тағы бір айтып өтейін, оны айтып өтпеуге болмайды. Иглздар сіздерден клипке қыздар түспесінші деп маған жаңағыдай сіздер жайлы сұхбат алардан алдын мен ғаламторға салған болатын. Менің енді шынымды айтсам парақшам жарылуға сәл қалды. Сәл қалды расымен де. Сондағы 80% жазғандары клипке қыздар түспесінші дейді. Неге жауап бересіздер? Негізінде клипке кім түсетін біздің режиссер шешеді. Тіпті клипке біз түспей қалуымыз да мүмкінбіз. Сондай жағдайлар да болған. Все претензии к администрации дейді. Все претензии к администрации, біз тіпті ондай жұмыстарға араласпаймыз да. Яғни ол кісілер өздері сценарий жазады, біз сол сценарий бойынша бәрін істеп береміз. 1 қыркүйек сіздерге 1 жыл толады. Иглздар нені күтсін? Тура 1 жылға үлгереміз ба деп айта алмаймын нақты. Бірақ бізде 2-ші альбом дайындалып жатыр. Біз сол 2-ші альбом жазылғаннан кейін жай оны жазып тастай салмаймыз. Яғни тағы да болады презентация, фан-митинг, фан-сайн, тағы да басталады турне. Яғни кәдімгідей жеке концерт үлкен өзіміздің ғана. Сондай нәрселер басталады, тек қана біздің 2-ші альбом толығымен жазылып біткенде. Ал ол біз 1 жылдыққа толған кезде дайын болады деген үміттеміз. Үміттеміз. Жаңа ойын ойнап отырады, болып ойнап. Бітті. Плавный кетіп қалды. Жақсы. Байқамай қалдым, қалай біз плавный әлемнің не жолы болғанын. Енді үлкен рахмет. Осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Барынша шынайы болды деген үміттемін. Шынайы. Енді біз камераға жаңағы иглздарға өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді білдірсеңіздер. Бүгін біз сұхбат бердік. Иглздар, сіздерге рахмет. Кеше түнгі студияда келдіңіздер. Үлкен бізге бұл былайша айтқан кезінде қолдау болды. Бізге өте ұнады. Және қызықты өтті. Сосын осы уақытқа дейін қолдап келгендеріңіз үшін рахмет. 300 күндікті біз негізі күткен жоқпыз, ол өткені 300 күн тойлаймыз деп ойлағанда жоқпыз. Соған да үлкен рахмет. Болашақта сабақтарыңызды жақсы оқыңыздар. Сол айтарым, ең бастысы көңілді жүріп, бәрі позитивпен. Сол себептен бәріңіз бақытты болыңыздар. Бүгінгі сөзіміздің нүктесін біздің лидер қояды. Барлықтарыңызға рахметімді білдіргім келеді. Ең біріншіден, официально сөйлеп отырсам. Бүгінгі қалжың. Яғни біз өзімізде негізінде білмедік та шыны керек. Яғни бізге 300 күн болған. Яғни ол сіздер арқылы интернет желісінде құттықтап, шын лебіздеріңді білдіріп жатып, соны көріп бізге 300 күн болып отыр екен деп содан кейін біліп қуанып жатырмыз. Рахмет сол үшін. Барлығы үшін рахмет. Яғни әрқашан сіздер бізді қолдайсыздар. Қай жерде болсын, не болсын, не болмасын, бүткіл жерде, бүткіл жағдайда бізден бірге болғандарың үшін өте көп рахметімді айтқым келеді. Біз сіздерді әрдайым қуантамыз, тырысамыз таңғалдыруға әркез. Сол үшін алда көптеген үлкен жаңалықтар сіздерді күтуде, бәріне де дайын болыңыздар. Біз сіздерді жақсы көреміз. Біз сіздерді өте қатты жақсы көреміз. Және де әр қаланың иглздарымен көргіміз келеді. Бұйыртса көрсетпей қалармыз. Жүздескенше сау.